Өшімде ауылда осылай. Тоже бір машина тауыпты. Соң отырып алған апасы. Отырғызып айдап жатыр. Қалайсыздар жалпы? Қазір қайын ағам келе жатыр. Неге асқа келген болатын Астанадан. Соң манты істеп қойдық. Қазір манты жейміз, әдемілеп күтіп отырмыз. Соң папа жұмыстармен жүр, сосын магазинге кеткен. Сол үшін ауыз вайп болып отыр. Баланс ұстап жатырмын. Кеш әдемі болып, бүгін әбіржіпті кезім. Шылай, в общем. Ауылда күшті, погода аңса рахаттан ойнап жүр. Күштісі. Әке, мамаға бер. Давай, биле, давай. Атамен бірге. Давай, Так, сырбаз апарам, сол кезде түсіресің. Аха. Кейді музыка аңсар. Қазір қояды, күшті өлең қой. Дайындал. Қойдаға. Азат! Қойшы! Ал біз қайтып бір жатырмыз. Давайте, мама. Давайте біз. Так, жолдар. Құдай қаласа келеміз ғой. Қоштаспаймыз. Давайте. Шунай, давай. Пока деп қояды, жайным. Апа, мұны дедің ба пөні? Пока. Папасы осы болып алдын олар болады, бітті. Ауылда рахат, конечно, бірақ үйге қайту керек. Все, давайте, рахмет, мама. Жеткенде жазамыз. Аха. Көрініп тұрған жоқ сен ағын? Ағын дегенім үшін заставкан. Ау деген күшті кетіп жатыр массаж. Қаншаға жарты сағат болған шығар отқан. Массажға кірісіп өлінбей адам сияқты. Күнде келем деп жатыр мына жерге. Күшті екен, рахат. Ешкім жоқ, тып-тыныш. Мен неге осы жерде көп боламын десе. Оказывается, осындай екен ғой, күшті екен ғой. Қаймамай Бүйтіп басынан бүйтіп аяғым ұшына дейін жасап отыр ғой. өтірік айтады ана көтені. Қайырлы кеш достар, мен деген кештетіп, бүгін центрға келсем, центрда нағыз отырып, бір жерден көрген сияқтымын. Демалуға мына кресло үшін келдім ше. Құлпынай сатап деп келген ғой тегі. Жоқ, қой кеткен ғой. В общем, рахаттанып жатыр. Мен новый бизнес түрім, достар. Бұл маған интернет беріп жатыр. 1000 теңге алады. Иә, еще интернет беріп жатыр маған. И мен сол үшін массажды жасауға тырысамын. Ой. Қазымен бәрібір басқаша екен, иә? Ой, күшті. Де папа деген екі достай. Өзі қояды барлығын. Жіліктеп қатып жатырмыз даларға.